Экранның мониторынан қалай видео жазуға болады? Сол жайлы бүгін көрейік. Мен Chrome'да Bandicam торрент деп жаздым. Егер сіз торрент деген не екенін білмесеңіз, мен сізге ссылкасын қоям астында, сол жерден көрсеңіз болады. Яғни біріншісін көрейік. Bandicam 4.5. Бұл программа арқылы біз яғни кез келген экранның мониторын жазуға болады. Ойын болса да, кино, не қажет сізге, соны жазуға болады. Яғни, так, скачать Bandicam. Скачать. Ссылкасын давайте скачать етейік. Яғни торрент файл ретінде. Менде скачать етіліп болды. Енді бұл файлды мен ашайын. Егер сізде мына жерде ашылмаса, біз торрент жабамыз. Chrome'ның загрузкаға кірейік. Загрузкадан таптық және мына файлды показать в папке деп басамыз да, осы файлды мына торрент файлға кеп қоямыз. Яғни install Bandicam, окей, скачать. Яғни загрузка кетті программаны. Загрузка біткенін күтеміз. Запустить. Бізде установка кетті ғой деймін. I am looking right now. Repack me. Яғни установка жүріп жатыр. Выбор языка установить. Окей деп установить етеміз. Так, изменить. Мынаны галочканы алып тастаңдар. Қажет емес. Установочный ярлык на рабочем столе. Меню пуск керек емес. Рабочий столда болса болды ярлык. Ары қарай установить. Так, мен нет деп жазам, өйткені менде бар, менде бұл орнатылған. Программамыз осындай болып келеді, түрі. Міне установочный Bandicam. Егер сіз Bandicam'ды ашу керек болса, рабочий столда Bandicam деген болады, осыны екі рет басып басасыз. Және осы меню сізде пайда болмаса, мына жерден таңдап екі рет басасыз. Сол кезде сізде осындай меню пайда болады. Бұл жерде біз не көріп тұрмыз? Мына жерде біз экранның разрешениясын таңдауға болады. Қазіргі көбінде 1920-1080 осымен қолданамыз разрешение. Оны басқанда бізде осындай экран пайда болады. Оны жауып тастасақ, бізде жазылу жүрмейді. Мен бұған жабуға болмайды, өйткені мен мұнда запись жүргізіп жатырмын. Сондықтан ары қарай не істейміз? Ары қарай настройкасына кірейік. Основные. Мына жерде біз қай жерде сақтау керек екенін таңдаймыз. Мысалы, дискді өзіміз папка создавать етіп, осы жерде сақтауға болады, ретін таңдауға болады. Және де мынау, егер сіз басқа бір папканы ашсаңыз, мынау сізде пуст стоп кетпес үшін всегда поверх других окон деген таңдау керек. Ары қарай видео, мысалы горячий клавила тоқтату үшін старт стоп өзіңіз таңдауға болады. Қандай да бір кнопка, мысалы бірді бассақ бір, менде Ctrl, маған осы удобно. Және де мысалы сізде запись жүріп жатқан кезде тағы да варианттар таңдауға болады. Мысалы звук затвора, не показать курсор мыши, мына мышканың қозғалғанын көрсету үшін. Ары қарай мына жерде дауысты қосуға болады. Мысалы микрофон, сіздің даусыңыз жазылу үшін запись звука деп мысалы таңдауға болады. Маған бұл қажет емес. Ары қарай мына жерде мышка мынандай сары болып тұру үшін мына жерде тоже галочка қоямыз. Болды, программаны үйрену осы. Мына жермен басып старт стоп осы арқылы басқарамыз, не мына жермен басқарамыз. Осымен болды. Программа осылай. Егер де сізге қорқсаңыз, вирус бола ма деп почтаңызды маған жіберіңіз. Комментарияда мен сізге тырысам осы файлды жіберуге.